Полицияның жылдам қимылдайтын арнайы жасақ қызметкерлерінің физикалық және спорттық дайындықтары жоғары болуы керек. Бұл қызметтегі талаптардың бірі. Нұршат Аманқосов Қызылорда облысы полиция департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасағының инспекторы. Ол кикбоксинг, панкратион, жекпе-жек, әмбебап жекпе-жектен көптеген жарыстардың жеңімпазы және жүлдегері. Нұршат Ақтауда ерлер, әйелдер және жастар арасында өткен әмбебап жекпе-жектен Қазақстан чемпионатында бірінші орын иеленген. Нұршаттың әкесі Аманқос Мамбаев бұрын бокс жаттықтырушысы болған, ал ағасы Алмат Мамбаев Қазақстан ішкі істер министрлігінің Байқоңырдағы өкілдігінде қызмет етеді. Бірінші классқа барарда 6 жасында сол бокске бердім. Боксте 3 жыл қатысып, 3 жылдың ішінде Нұршат осы Қызылорда облысының чемпион деуге де болады, бірталай жарыстарға қатысып, өзін көрсете білді. 3 жылдан кейін ары қарай кикбокске қатысты. Bir gün bir қызығы бар, бір жарыста 3 бірдей грамота алды. Соң бұл өзі қызығып, оны неге берді десек, бірінші орын алған бокстен. Екінші грамотасы ең кішкентай жас спортшы есебінде, үшінші грамотасы өте әдемі спортивный бой дейді ғой, бой көрсеткен үшін деп отанымыздың жалауын желбіретіп, әрқашанда елімізде тыныштық болсын, дәрежелерден аулақ болайық. Нұршаттың сөзінше, оның спортқа келуіне әкесі себепкер болған. Үлгі тұтатын тұлғасы да сол. Бізде арнайы жасақта негізінен физикалық шыңдалған, моральды-психикалық тұрақты қызметкерлер қызмет атқарады. Қызметкерлердің басым бөлігі спортпен шұғылданған, көбісі спорт шеберіне үміткер, халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері қызмет атқарады. Соның бірі атап айтқанда Аманқосов Нұршат. Жалпы біздің қызметкерлер сын сағатта елдің тұрақтылығы мен тыныштығын сақтап қалуға дайын. Әрқашан президентіміздің саясатын қолдап, ішкі істер министрі мен басшыларымыздың тапсырмасын орындауға дайынбыз. Нұршат жасөспірімдер арасындағы жарыстардың жеңімпазы, кикбоксингтен Азия және әлем чемпионы. Ол қызметте спорттық дайындықтың үлкен маңызға ие екенін айтады. Осы жылдан қимылдайтын арнайы жасағында 2 жылдай қызмет етіп келемін. Осы 2 жылдың ішінде көптеген қызықты сәттер болды, қанша көптеген жарыстарға шықтық. Осы алдағы уақытта отан алдымызда борышымызды өтеп, Қазақстан Республикасы көк туымыздың желбіреуіне атсалысуға тырысамыз.